Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендианттарының қауымдастығы. Жоба демеушілері Банк РБК акционерлік қоғамы және эксклюзив строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 26 мамырда Қазақстан кинотеатрларында Disney студиясының Алиса айнаның арғы бетінде атты көркем фильмі қазақ тілінде жарық көрді. Мен қайдамын? Мазасыздық, тым әсершіл, қиялға бейім. Әйелдердің осылай долыратын әдеті ғой. Көп ұзамай емдеп шығарамыз. Тоқтатыңдар! Әлемдік тұсаукесер қарсаңында 25 мамыр күні Астана мен Алматы қалаларында Кэрол Льюистің кейіпкері Алисаның жарқын, әрі ұмытылмас хикаясының экранизацияланған нұсқасының алдын ала көрсетілімі өтті. Қазақ тіліне дубляждалған Алиса айнаның арғы бетінде кинотуындысы болашақ қауымдастығының 15-ші голливудтық фильмі болып табылады. Картина режиссері Джеймс Бобин, Тим Бёртон жандандырған Алиса ғажайыптар елінде атты фильмдегі әлемге жаңаша бір серпіліс әкелді. Сценарийді Льюис Кэрролл кейіпкерлерінің негізінде Линда Вулвертон жазды. Дубляжға 20-дан астам қазақстандық актерлар қатысты. Солардың ішінде Назерке Серікболқызы, Нартай Сауданбекұлы, Дәурен Серғазин, Айнұр Бермұхамбетова, Сәнді Қаршалова және тағы басқалары. Автордың ойын нақты жеткізу үшін қазақ тіліне аударма түп нұсқадан, яғни ағылшын тілінен жасалынды. Фильмнің дубляжы қазақстандық Арай Медиа Групп студиясында жүргізілді. Қазақ тіліндегі нұсқаның дубляж режиссері Айжан Жамшитова, бұрын «Джунгли» кітабы, «Күлбике», «Малефисента» фильмдерінің, «Көліктер» анимациялық фильмінің және тағы басқа жобалардың дубляжына қатысқан. Жобаның насихаттау аясында кең ауқымда ақпараттық науқан жүзеге асырылды. 27 сәуір күні танымал Тенгри Ньюс ақпараттық порталында қазақ тіліндегі трейлердің тұсаукесері өтті. Теледидар, соның ішінде республикалық және аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары, 100-ге жуық материалдар, акциялар мен фильмнің қайырымдылық көрсетілімдері ұйымдастырылған. Ақпараттық қолдау көрсеткен Гакку ТВ телеарнасы және Тенгри Ньюс KZ ақпараттық агенттігі. Жобаның ұйымдастырушылары болашақ қауымдастығы Меломан компаниясының қолдауымен, жобаның демеушілері Банк РБК акционерлік қоғамы, эксклюзив строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Алиса айнаның арғы бетінде фильмінің алдын ала көрсетіліміне жоба идеясының авторы, болашақ қауымдастығының құрметті мүшесі, Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек, болашақ қауымдастығының мүшелері, дубляж актерлары, шығармашылық интеллигенция өкілдері, сондай-ақ блогерлер, жастар ұйымдарының өкілдері, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері және басқа да қонақтар қатысты. Кинокартинаның алдын ала көрсетілімі Астана және Алматы қалаларында Нұр Отан партиясының, Алматы қаласының әкімшілігінің қолдауымен өтті. Алдын ала көрсетілім кинопарктың ең жақсы дәстүрінде өтті. Кеш қонақтарын Кэрол Льюистің кейіпкерлері қарсы алды. Ал ғажайып әлемнің декорациялары айнаның арғы бетінде түскендей әсер қалдырды.